Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге қызылша салатының рецебін ұсынамын, және де қыс мезгілінде жасап жесеңіздер өте пайдалы әрі тойымды салат түрі болып саналады. Қызылша енді витаминге толы. Алдымен ең бірінші бұқтырып қойған фасольді қайнатып аласыздар, немесе дайын банкадағы фасольді аласыздар. Және де мені бәрін турап дайындап салып қойдым. Және де кішкентай қасық толтырмай тұз салып қойдым. Және де енді қызып тұрған майды осының бетіне құясыздар. Міне фасоль, сәбіз, қызылша, пияз, картошка. Видеода көріп тұрғандарыңызда міне қызып тұрған майды үстіп бетіне құйып пияз сызғырылады. Және де өте керемет дәмді шығады. Пиязда қосып жіберіңіздер. Пияз міндетті түрде жақсылап араластырыңыздар. Және де холодильникке қойып ертесіне де түскі шайға ішкенге өте керемет дәмді болады. Осы салатты қыс мезгілінде жасап жеңіздер. Менің каналымдан тағы да басқа пайдалы әрі дәмді тағамдар рецептілерін көргілеріңіз келсе, каналыма тіркеліп қоңыраушан басып қойыңыздар. Каналымның дамуына көмектеріңізді көрсетіп жүргендеріңізге үлкен алғысымды білдіремін, достар.